аналарға жаңадай дегеннен кейін ол дача алды деп естіп жатырмыз дегеннен кейін жаңағы әйелдер іздеп тауыпты. Светаның, Бақтиярын шақыртқан екен, келіп айқай қылды, ойбай мен сотта кездесемін, сенімен үйтемін бүйтемін деп. Бақтиярың әйелі Света Шаймерденова. Содан сол бойынша жоқ. Ол біз жаңа тергеуге бардық, допрос болды. Мен қол қойып бердім, Бабамұраттың орнына қол қоймаған екен. Содан арадан не болды? Жоқ болып кетті сол тергеуде қағазда. Арадан 2 айда өткеннен кейін аналар 1-2 адамдарын жіберді, үйтен бір адвокат келді, ойбай қандай алдың ақшаны. Сөйтіп жүргенде жоқ болып кеткен. Кеше қайтадан арызданыпты. Қайтадан тергеу болып, қайтадан қол қойып, қайтадан жауап беріп келдік. Бірақ олар кешегі арызларды 12 миллион емес, 13,5 миллион деп жазыпты. Тағы да баяғы жоқ, баяғы нотариустың берген қағаз, оны көрсетпепті. Сөйт. Одан ертеңіне бияққа жауап берген күн 17 күні Кентаудан келді. Осындай балаңыздың үстінен шағым бар деп. Сол бәрі Түркістандықтағы сияқты. Апарып тергейтін шығар десек, Бабамұраттың өздері әкетті машина, арқасынан мен бардым, қасына қосқан жоқ, отқызған жоқ мен. Өздері сұрақ қыпты, бір сағаттардан кейін мен кірдім. Маған айтады, мына балаңыз үйтеміз, бүйтеміз. Мен айттым, арқасында тұрған адамды табыңдар. Бұл алған рас, ақшаны алған рас. Кімге апарып берді? Қайқа кетті сол ақша? Соны іздеу керек. Болды, өзіміз табамыз, үйтеміз деп, сол 2 күн еш жаққа жібермей, сол кабинетте тергеп, ұрып соғып, 2 сутка дегенде жаңадай әкеп берді ғой. Мен бірінші топ мүгедек қой, мен сұрамаса, мен алдына адам қоймаса, адам бершілікте сұрап, бірдеңелер анықтайды десек, бәріне сен өзің мойындайсың деп ұрып соғып, әйтеуір 2 күн қалай таяқ жеп, қалай көгеріп келгенін көрдің, өзің күтіп алдың ғой келген кезде. Ойбай машинамыз жарамай қалды, Версалдың қасында тұрыппыз деп шақырды. Мен сендерді шақырдым сол кезде. Содан мені әлі тергеліп атқан ешкім жоқ. Біраз ОСБ тексерді, одан Финполға өткізіп жіберді. Финполдағылар мойындамай жатыр ғой деп отыр. Енді білмеймін қалай мойындататын ол. Бірақ біздің экспертизадан алған қағазымыз бар. МРТ-ға бірінші больницаға жатқан кезінде миына қан құйылған туралы МРТ шығарып қойыпты. Құйылып тұр қазір деп. Дені сау адам болғанда бір қол бір аяқ істемей қалуы анық еді. Бұл ана дені сау болмағаннан ол зрениясының арқасында істеп тұр ғой қол аяғы. 4 рет осы күнге дейін больницада жатып шықты. Енді айтыңызшы, сіздің балаңызды көзі көреді бұның деп солай айтты дедіңіз ғой тергеушілерді. Иә. Алдына кірген жағдайды айтып беріңізші. Дәлібек генералдың алдына кірер кезде қызым мен келінім кірді. Саламатсыздар ма? Бірінші Дәлібектің алдына 4 июльда ма, сонда июньда кірдік. Ол кезде бізді сөйлеткенде жоқ, біздің не мақсатта кіргенімізді сұраған да жоқ. Арызбен кірдік, жазбаша түрде. Бірақ ол жер... Иә, мен әпкесімін, Бабаханова Нюльфар. Ол жерде бізді сөйлеткен де жоқ, не мәселе, не жағдай ашып айттырған жоқ қысқасы. Ан жерде деген көзі көреді деді. Иә, Кентаудың тергеушісі тұрды да баяндама оқыды. Ол жерде деген біз Абдувалиев Бақтиярдан не алдық, показания алдық. Ол деген 30% зрениясы бар. Ол телефонды жақсы меңгерген, ноутбукты жақсы меңгерген, үйткен бүйткен деп шығарып салды бізді. Шынымен де көкеге берші, көке көзі қанша пайыз көресіз? Бал кеше кейін болған емес, тума. Ол баламын көрмейтін туылғаннан көз тоқтамайды, ойнап тұрады. Анау көк қағазында жазылған бессрочный абитрофия лебера дейілген. Олар жаңа өзі айтып жатыр ғой, ұрып соққан кезде, қорқытқан кезде жаңа көзіңе ине тығып тексеріп көреміз деп қорқытыпты. Содан ол туыма көрмейді ол. Телефонда істесе, компьютерде істесе, голосовой программа бар. Сол голосовой соқырларға арналған. Сол программамен істейді. Соны айтыңызшы, енді сіз қай кезде, қай жаққа қалай емдеттіңіз? Енді туылғандан Өзбекстан, Қазақстан қолым жеткен жердің бәріне барған. 90 қаншаншы жылдар бізде томография, МРТ-лар жоқ кезде Алматыларға апарып томография түсірген мен.
Ол кезде Алматы республика бойынша біреу ақ болатын еді, асты Алматыда ақ соларға апарып түсіргенмін. Сол МРТ-де түсіргенде айтылған, ол бұл нерв, көзіні басқарып тұрған нервтар қысылып қалған. Біздің ол кезде медицинамыздың күші жетпейді оны істеуге деп. Содан 2014 жылы Түркияға жіберіп көрдім, жаңа лечение. Ойбай, окулисттер, глазнойлар мықты екен деп. Оларды ештеңе істей алмаймыз депті. Содан Енді сіздің біздің жаңағы бас полицейден, яғни Еркін Тұрғынбаевтан, МВД-ның басшысы Ерлан Тұрғынбаевтан не күтесіз, не сұрайсыз? бұның арқасында тұрған адамдардың табуын қалаймыз. Табылсын. Мен балам аппақ деп тұрған жерім жоқ, кінәлі. Бірақ бұны басқарып отырғандар бар ғой, жұмсап отырғандар. Солар да табылсын. Бірге жауап берсін. Соны қалаймын. Сосын жаңа полицейде туралы. Полицияларға да шара көрілсін. Ұрған, соққан жауап берсін. Соны анық аяғына жеткізсе дейміз тергеуін. Шындық керек. Бабамұрат, сен айтшы маған, сен осы нәрсенің дұрыс емес екенін, дұрыс нәрсе істеп жатпағанды білдің бе? Білген жоқпын мен, өйткені жаңағы адамдарға сеніп, адамдарға көмектесу мақсатында істеген. Мен мысалы одан бір тиын пайда көрмегем. Қалай алсам солай апарып бергем. Ерімбетовке де, Ләззатке де апарған ақшалардың үстіне мен ештеңе қойып алып, үстінен пайда көрген емеспін. Ләззат жайлы айтатын болсақ, жаңағы бәрі Каспиймен жіберілгендердің бәрі тұр Каспийде. Телефонмен сөйлескесіңдер ме екеуің? Иә. Не деп сөйлестіңдер телефонда көпшілігінде? Не туралы? Сол, осы ақша туралы. Жасырып айта ма, астарлап әлде ашық түрде айта ма? Оның бір несі бар. Ол кісі WhatsApp-қа жазады ғой, мысалы. Оқып боласың ғой, тыңдап боласың ғой. Сразу өшіріп тастайды. Содан кейін көбінесе WhatsApp-тан звондайтын еді, білмеймін неге екенін. Сондай тірліктері бар еді. Бірақ телефонда болған ба разговор екеуінде? Иә, болған. Осы ақша туралы? Болған, көп болған. Телефонда, жаңағы звонокта, WhatsApp-пен емес былайша? Иә. Сондай болған, иә? Иә. Сен көзің ақша санауға жете ме? Жоқ, жетпейді. Не нәрселерге жетеді көзің? Түс ажырата алмаймын, адамның түрін ажырата алмаймын. Дауыстан тануым мүмкін. Сол. Қай мектепте оқыды дедіңіз, көке? Ташкентте оқыдым мен, 1-ші класстан 4-ші классқа дейін. 5-ші класстан 9-ші классқа дейін осы жерде домашний обучениеде оқыдым. 10-11-ші класста вечерний школада оқыдым.